Бұл қыздың есімі Е Сеул. Ол ғимарат терезесінің сыртындағы жарқыраған күн сәулесіне қарап тұр. Е Сеул әріптесіне біраз уақыттан кейін қатты жаңбыр жауатынын айтты. Содан кейін ол үнсіз 5-ке дейін санады. Бірінші цифр біткен бойда кенет терезенің сыртында қатты жаңбыр жауа бастады. Оның қасында отырған әріптесі қатты таңғалды. Е Сеул өте сабырлы болып көрінді. Өйткені ол өзінің 6-шы сезімі әрқашан өте дәл екенін білді. Бірақ 6-шы сезім барлығын таң қалдыра алмады. Алдыңғы түнде Ясул мен жоспарлау тобы жарнамалық жоспар жасау үшін 6-шы сезімді пайдаланды. Бірақ келесі күні оларды бастығы Минхо сынап, мазақ етті. Компанияда Минхо құдай әке деген лақап атқа ие болды. Өйткені оның жұмыс қабілеті өте жақсы болды. Оның жарнамадағы таланты ешкімнен кем емес еді. Е Сеул компанияға жаңа ғана келіп, онымен бірге оқыды. Бірақ оның тәжірибесі онша жақсы болмады. Олар алғаш кездескен кезде Минхо Е Сеулды көп таңдап алған және жұмыста оған немқұрайлы қарамаған. Е Сеул жоспар құру үшін сансыз түн ұйықтауға мәжбүр болды. Бірақ ол әлі де оның жоспарларын жете бағаламады. Е Сеулды қорлаған сайын Минхо оның орнын толтыру үшін бірдеңе жасады. Мысалы, ол өз ақшасын жұмысқа киім сатып алуға жұмсаған. Немесе ол Е Сеулге 2 сағаттай демалып, содан кейін жұмысқа қайта оралуын айтты. Бір уақытта ұрып, соғудың және жұбатудың бұл тәсілі Е Сеулды қатты жиіркендірді. Бірақ Минхоның таланты Е Сеулдың айтарлықтай жақсаруына көмектескенін жоққа шығаруға болмайды. Минхо біртіндеп Е Сеулды өзгертті. Жиі жылайтын, тағылымдамадан өтушіден ол жобаларды басқаруға қабілетті менеджерге айналды. Ең таңғаларлығы, ол қазір Минхоның қарамағындағыларды тыныштандыру үшін оған қалай қарағанында пайдаланды. 22 жыл бұрын Е Сеул алғаш рет біреудің ерніне қол тигізсе, ол адамның болашағын көретінін білді. Ол есейгеннен кейін күтпеген жерден бұл қабілет оның махаббат өміріне теріс әсер етті. Е Сеул жігітін сүйген сайын, оның оны алдап жатқанын көретін. Ақырында бұл қарым-қатынастың тез бұзылуына келді. Бұл қабілет оны одан сайын ренжітті. Содан бері ол өте ұзақ жалғыздық кезеңін бастан өткерді. Ол басқа біреудің болашағын көрмеу үшін басқа біреумен сүйіскеннен гөрі бойдақ болғанды жөн көреді. Түні бойы ұйықтамаған соң Е Сеул ақыры өз жоспарын жүзеге асырды. Ол Минхоға есеп беріп жатқанда кенет мұрнынан қан кете бастады. Минхо Е Сеулдың жағдайы онша жақсы емес екенін түсінді. Сондықтан бұл жолы оны сынаған жоқ. Бірақ режиссердің бұл жарнамалық жоспарға көңілі толмайтыны анық болды. Бақытымызға орай Минхо сонда болды. Сондықтан режиссер оны құлықсыз мақұлдады. Тапсырманы орындағаннан кейін бүкіл команда оны жігерлендіріп, құттықтады. Ол ақыры үйіне барып демалды. Бірақ Минхо Е Сеулді шақырып алды. Ол тікелей ауруханаға барды. Е Сеул дәрігердің ескі танысы болған. Ал дәрігер Е Сеулға бірнеше рет көбірек ұйықтауға кеңес берген. Сонымен қатар, ол кофені көп ештеңе ішпеу керек. Бірақ ол әлі де бұл әдетінен арыла алмады. Сондықтан мүлдем дәрменсіз болды. Шағымданып, ол кездейсоқ, неліктен олардың жарнамалық компанияларындағы адамдар соншалықты ерікті болды, деді. Е Сеул бұл ақпаратты алды. Маған компанияның басқа қызметкерлері де осында емделіп жатқан сияқты көрінді. Ол ашық аспан астындағы түсірілім алаңына барған күні, оның әріптесі Е Сеулдың жаман әдеттерін біліп, оған тез ғашық болу керектігін еске салды. Ол жігітімен бірге болғанда ғана тыныш ұйықтай алатын. Бірақ оның бұрынғы қарым-қатынасы бірнеше жыл бұрын сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Е Сеул енді өзінің иллюзияларын ер адамдармен байланыстырғысы келмеді. Түсірілім алаңында Е Сеул кездейсоқ Минхо мен Чихеннің интимдік әрекеттерін көрді. Ол қатты ұялғандықтан, әдетте ол сияқты ақылды адам бірден қобалжыды. Юл әрқашан Минхо сияқты суық, жүрексіз жұмыс машинасына ғашық болу міндетті емес деп ойлайтын. Бірақ шындық оның қателескенін дәлелдеді. Юл түсірілім алаңынан жүгіріп шықты. Күтпеген жерден Минхо оның артынан қуып, кенет оны қабырғаға басып қалды. Ол оған көп ойланбауды ескертті. Жарнамалық роликті түсіру үшін сахна дайындалып, олар келесі күні түсірілімге кіріседі. Бірақ Е Сеул әлі де өзін жайсыз сезінді. Әрине, Минхо оған түн ортасында телефон соқты. Сыртта қатты жаңбыр жауып тұрды. Сондықтан Е Сеул бірден жүгін алып, түсірілім алаңына қарай жүгірді. Содан кейін ол Минхомен бірге ашық ауада қойылған реквизиттерді жинады. Ол оның ауа райы жағдайын ескермегеніне және сахнаны алдын ала дайындамағанына қатты наразы болды. Бірақ Е Сеулдың де өз проблемалары болды. Түсірілімге жауапты адам Кен Сук арамза болды. Кен Сук жауапкершілікті өз мойнына алған жоқ. Е Сеул бірден көп нәрсені істей алмады. Сондықтан ол бәрін тамаша ойлай алмады. Осы кезде екеуінің арасындағы атмосфера өте ыңғайсыз болды. Е Сеул дәрменсіз еді. Сондықтан үндемей ғана көмектесуге болатын еді. Тасымалдау кезінде күтпеген жерден ол кездейсоқ электр сымына соғылып, Минхоға қарай жүгірді. Соның салдарынан ол тіреу жастығына құлап, олардың еріндері бір-біріне тиіп кетті. Е Сеулдың санасында болашақтың бейнесі пайда болды. Күтпеген жерден бұл олардың онымен бірге бақытты болғанының бейнесі болды. Қазіргі интимдік жағдаймен салыстырғанда бұл көрініс оны одан сайын қорқытты. Е Сеул бұл туралы қалай ойласа да, екеуінің қалай ғашық болғанын түсіне алмады. Таң атқаннан кейін Е Сеул онымен сөйлескісі келіп, Минхоның бөлмесіне баса көктеп кірді. Ол күтпеген жерден оның әңгімелесушісінің киім ауыстырып жатқанын көрді. Әйнек арқылы ол оның жарқыраған арқасын көрді. Бірақ болашақта Минхоның арқасында тыртық бар екені анық болды. Е Сеул өз ойына батып кетті.
ал Мин Хо оны қуып жіберді. Киімін ауыстырып болған соң, Кен Сеук ақырын пайда болды. Оның жауапсыздығына тап болған Кен Сеук жай ғана күлімсіреп, бұл туралы ұмытқысы келді. Бірақ Мин Хо жай ғана бас тартқан жоқ. Түсірілім ортасында жарнамалық компанияның вице-президенті түсірілім алаңына келді. Кен Сеуктың жауапсыздығынан қызметкерлер жарнамалық роликті түсіру үшін қажетті қызыл қоңыр төсекке қол жеткізе алмағаны белгілі болды. Вице-президенттің ашуын көріп, бәрі дәрменсіз болды. Ақырында Мин Хо реквизиттерді алып тастауды және оның орнына дерексіз кескіндерді пайдалануды ұсынды. Өнім бұл көрермендерге қиялға көбірек орын береді. Мин Хоның идеялары әрқашан барлық мәселелерді шеше алатын. Сондықтан директордың орынбасары бұл уақытша шешімге бірден келісті. Түсірілімдегі үзіліс кезінде Исеул Мин Хо мен Чи Йеннің бір-бірімен сөйлесіп тұрғанын көрді. Оның жүрегінде жағымсыз сезім пайда болды. Қараңғы түсе жаздаған кезде қарбалас жұмыс ақыры аяқталды. Мин Хо жұмысты аяқтау үшін үнемі қағазбастылықпен айналысатын, бірақ бүгін ол көлікке ерте отырды. Ерні Исеулдың ерніне тигеннен бері ол өзін өте жайсыз сезінді. Сол түні Мин Хо ұйықтауға дайындалу үшін күннен қорғайтын көзілдірік пен құлаққап киді, бірақ көшедегі жарыс оны сергек ұстады. Осы кезде Чи Йен да Мин Хоның үйіне келді. Мин Ходы көрген бойда оның біреумен сүйісіп тұрған болуы керек екенін бірден түсінді. Өйткені бұрын олар сүйісіп жатқанда Мин Хо да өзін нашар сезінетін. Чи Йеннің сұрақтарына тап болған Мин Хо бұдан былай шыдай алмады. Ол оны үйіне жіберуді талап етті. Келесі күні Мин Хо әдеттегідей жұмысқа уақытында келмеді, бірақ жарнамалық жоба бойынша кездесу өткізгелі жатыр еді. Сондықтан мен Сеул компанияның қалған қызметкерлеріне бір қабаттағы конференция залға бару керектігін ғана айта аламын. Жарнамалық роликте ешбір тауардың жоқтығын көрген режиссер қуанбады. Кен Сок жағдайдың жақсы емес екенін көріп, бірден Исеулды кінәлады. Директорлар кеңесі Исеулге ашуын шығарғалы жатқанда, Мин Хо дәл уақытында келді. Оның тамаша презентациясы директорды сендірді және компанияға еш қиындықсыз қол қоюға көмектесті. Кездесу аяқталғаннан кейін Исеул әлі де өзін жайсыз сезінді. Ол түсініктеме сұрау үшін Кен Сеукқа барды. Оның телефонға жауап бермегені және бұл жұмысқа келіспегені анық болды. Бірақ шешуші сәтте ол барлық жауапкершілікті өзіне жүктеді. Олар дауласып жатқанда Мин Хо келіп, Сеулге бірінші болып баруын айтты. Содан кейін ол Кен Сеуктың жұмыс кезінде азғындық жасағаны туралы дәлелдерді егжей-тегжейлі тізіп берді. Мин Хо өзінің әлсіз жақтарын жасырып тұрғанын көріп, Кен Сеук жай ғана үнсіз қалды. Содан кейін Исеул Мин Ходы іздеуге шығып, оған көмектескені үшін алғысын білдірді. Исеул кетер алдында Мин Хоға бір қорап шоколад сыйлады. Жарнамалық идея мақұлданғаннан кейін Исеул мен команда мүшелері букмекерлік компания үшін шағын веб-сайт дайындады. Жұмыстағы қарбалас күннен кейін сахна ақыры дайын болды. Әріптестерінің бәрі кетіп бара жатқанда Мин Хо пайда болды. Бір қызығы, бұл жолы ол оны мүлде сынаған жоқ. Исеул үлкен құрметке ие болды. Сондықтан ол қатты қуанды. Сол күні Чи Йен Сын Теді қиыншылыққа душар ету үшін ауруханаға барды. Ол Мин Ходы кім сүйгенін білгісі келді. Сын Тедің де Мин Ходы емдегені белгілі болды. Ол Чи Йенді қуып жібергеннен кейін ол не болғанын айту үшін Мин Хоға телефон соқты. Сын Теде Мин Хоның жағдайын сұрады. Бұл жолы сүйісуден туындаған ыңғайсыздықты жеңілдету үшін Мин Хо әдеттегіден 2 есе көп дәрі қабылдады. Бірақ ол көп сөйлегісі келмеді. Сондықтан телефонды тез қойды. Келесі күні көптеген қонақтар келді. Сондықтан іс-шара өте сәтті өтті. Барлығы естелік суретке түсіп, әлеуметтік желіде жариялау үшін төсекке жатып, брендтің жарнамасын аяқтады. Мин Хо да іс-шараға келді. Бірақ оның көңілін көтерудің орнына ол бірнеше қателерді тапты. Ол сондай ақ бүркіш қызметкерлеріне ауаны тазалауды және жүк көтергіш жақтаудағы белгілі бір қалқаны қатайтуды бұйырды. Осы түсініксіз нұсқауларға байланысты Сеул мен Юнджи қатты наразы болды. Екеуі де оның артындағы Мин Хо туралы жаман сөздер айтты. Күтпеген жерден Чи Йен бұл сөздердің бәрін естіді. Мин Хоға үнемі тәнті болатын адам ретінде Чи Йен бірден Исеулді мазақ ете бастады. Оның ақымақтықтары үшін әдейі кек алды. Осы кезде кенеттен төтенше жағдай орын алды. Орындықта жатқан үйсіз адам осында демалуды талап етті. Исеул мен қызметкерлер бұл адамды қуып жібергісі келді. Бірақ ол кенеттен есінен танып қалды. Исеул кенеттен әрекет етті және Мин Хоның оған бұрын айтқан сөздері дәл осы адаммен қарым-қатынас жасау әдісі болды. Бұл оның денесінен шығатын сасық иісті кетіру және оның жүк көтергіш жақтауының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жасалды. Дегенмен, жүк көтергіш жақтауды әлі де оны қатты сілкіндірген үйсіз адам сындырып алған. Юл орнынан тұра алмай алға қарай құлап кетті. Мин Хо оны қолдауға келіп, жерге құлап түсті. Белінен ауыр жарақат алып, дереу емделу үшін дәрігерге жеткізілді. Сол кезде Исеул Мин Хоның арқасындағы жара мен оның көрген болашақ бейнесі бір-біріне ұқсайтынын анықтады. Мин Хо анестезияға ұшырағандықтан оған көлік жүргізуге рұқсат беру ыңғайсыз болды. Сондықтан ол Исеулды үйіне апаруға мәжбүр етті. Исеул ұйықтап жатқан Мин Хоны үйіне апарып, төсегіне жатқызды. Оның алдында ашылған көрініске қарап, 6-шы сезімдегі Исеулдың бейнесі қайта оянды. Дәл осы жерде олар құмарлықпен сүйісіп, керемет түн өткізді. Исеул әлі де сене алмады. Ол бұған көз жеткізу үшін оны тағы бір рет сүйіп көргісі келді. Исеул ұйықтап жатқан Мин Хоға ақырын жақындағанда, ол кенеттен көзін ашты. Исеул оны сүймекші болды, бірақ кенет орнында қатып қалды. Бірақ көп ұзамай ол өзін сабырлы етіп көрсетті. Ол оның үйінен шығу үшін ең жылдамдықты пайдаланды. Исеул әзірге сенімді бола алмады. Бірақ Мин Хоның үйінде өзінің 6-шы сезімімен көргеніне қарағанда,
екеуі болашақта бір рет ұйықтайды. Бұл міндетті түрде болуы керек еді. Менің бұл үшін азап шегіп жатқанымды көріп, оның ең жақын досы оны жұбатты. Мұндай нәрселер үшін көңіл күйіңізді үнемі бұзудың қажеті жоқ. Бірге ұйықтау бір-біріңе ғашық болу дегенді білдірмейді. Бәрі тек ағынмен жүру керек. Келесі күні вице-президент букмекерлік кеңселердің жарнамалық жоспары үлкен жетістікке жеткенін қуана хабарлады. Мин Хо шынымен де жарнама индустриясының шебері болды. Мақтауға қарамастан, ол әлі де өте кішіпейіл болды және оның көпшілігіне жауапты Е Сеул екенін еске салуды ұмытпады. Жұмыс, оның еңбегі бұдан да көп болуы керек еді. Көшбасшылық кеші кезінде Мин Хо Е Сеулді үнемі еске алып отырды. Бұл Кен Сеокты өте бақытсыз етті. Жұмыстан кейін Е Сеул тазалауға көмектесу үшін сахнаның артына кетті. Ал сахна қызметкерлері Мин Хо туралы айтып жатты. Менің ойымша, Мин Хо Е Сеулге көп көңіл бөлетін сияқты. Іс-шара басталар алдында ол жабдықты тексеру үшін ішке кірді. Бұл сөз тіркесі оның жан дүниесін жылытып жіберді. Осы кезде Мин Хо Е Сеулдің көтеріп жүрген заттарын ыңғайлы түрде алып, бір ауыз сөз айтпай, жұмысына көмектесті. Бұл Е Сеулді одан сайын елжіретіп жіберді. Бірақ бұл жақсы сезім ұзаққа бармады. Жұмыс біткен соң Мин Хо тамағын уқалау үшін қолын көтерді. Е Сеул Мин Хо оны тағы да ұрыса бастағалы тұрғанын білді. Әрине, ол оны үнемі сынайтын. Ол сондай ақ оған келесі жолы жұмысын аяқтағаннан кейін бірден үйіне баруын және оны үйіне әкелуге қиналмауын ескертті. Оның сөздері оның жүрегінде жаңадан пайда болған кішкентай жақсы сезімді сәтті сейілтті. Иселдің үнемі кешірім сұраудан басқа амалы қалмады. Атмосфера бірден тыныштыққа бөленді. Сол кезде жол бойындағы биік ғимараттағы жарнамалық экран Пионың марапатқа ие болғанын көрсетті. Е Сеулдің көздері бір түрлі болды. Мин Хо да оның эмоцияларының өзгергенін байқады. Пил Е Сеулдің бұрынғы жігіті болып шықты. Сол түні Е Сеул компанияда қосымша жұмыс істеп, жоспар құрып жатқанда, кенет электр қуаты өшіп қалды. Қараңғыда оған күтпеген жерден Мин Хо келді. Ол оған қолын тигізгенде, ол үздіксіз айқайлады. Мин Хо бейсаналық түрде аузын қолымен жауып тастады. Е Сеулдің ерні Мин Хоның алақанына тигенде, ол тағы да болашақтың бейнесін көрді. 30-шы жылдық мерейтойында Мин Хо сақинаны ұстап, оның алдында жүрді. Бұл көрініс Е Сеулді тағы да бір түрлі сезінді. Мин Хо оны әрқашан жасырын жақсы көретін болуы мүмкін бе? Бір сәттен кейін нөсер жаңбыр жауа бастады. Мин Хо терезенің жанында тұрды. 2 жыл бұрын ол жаңбырдың дауысын тыңдап, ұйықтап қалғанды ұнататынын айтты. Бұл Е Сеулді қатты таңғалдырды. Мүмкін Мин Хоның оған деген сезімі бар шығар. Сондықтан ол оның бір ғана ернімен айтқан сөздерін есіне алды. Бірақ Мин Хоның көзқарасы бұрынғыдай суық болды. Бұл Е Сеулді қатты ұятқа қалдырды. Бірнеше күннен кейін жарнамалық компанияның 30-шы жылдығына арналған кеш өтті. Е Сеул және оның әріптестері дүкенге барды. Олар кездейсоқ Мин Ходы көрді. Күтпеген жерден оның зергерлік бұйымдар үстелінің алдында тұрғаны белгілі болды. Әріптестері қатты қызығып, бірден Е Сеулдан сұрай бастады. Ол бұл сақинаны оған сыйлаған болуы мүмкін деп ойлады. Сондықтан оның әңгіме тақырыбын өзгертуден басқа амалы қалмады. Кеш болатын күні Е Сеул гардеробын ашты. Бұл мерекеге тек қызыл көйлек жарасады. Сондықтан ол оны киіп кешке барды. Мин Хо костюммен, былғары аяқ киіммен алыста тұрды және оған жақындағанда өте тартымды көрінді. Е Сеул оның 6-шы сезімінің көмегімен Мин Ходы құшақтап, сүйгенін есіне түсіре алмады. Ол да сондай киінген. Кеш аяқталуға жақын қалғанда Е Сеул сақинаны алды. Бірақ оны сыйлаған адам Мин Хо емес, Пил болды. Иә, біз көп жылдар бойы бөлек тұрдық. Ол онымен қайта қосылғысы келді. Бірақ Е Сеул мұны қаламады. Пил үйінің пайда болуы Е Сеулді біраз ренжітті. Ол көшеден өтіп бара жатқанда, ол жанын жоғалтқан адамға ұқсап, оны көлік қағып кете жаздады. Бақытымызға орай, ең маңызды сәтте Мин Хо оны құшағына алды. Бірақ ол басын төмен түсірген бойда оның жылап тұрғанын көрді. Ол қатты таңғалды. Сондықтан оның барлық өтініштерін орындауға ғана қалды. Мин Хо Е Сеулді барбекюге шақырды. Оның ашкөз келбетін көрген Мин Хо 3 жыл бұрын бір кеште Е Сеул кенеттен көзіне жас алып, енді ешкіммен кездескісі келмейтінін айтқан кезде айтқан болатын. Содан кейін ол оны ет жеп, ішуге сүйреп апарды. Ол тіпті оған сусын берді. Сол түні Е Сеул де аздап ішіп алды. Ол қуана-қуана ессіз істер жасап, оны көлікке итеріп жіберуден басқа амалы қалмады. Көлікке отырып, ол жүрегінің сырын ашу үшін ішімдік ішкен. Егер ол біреуді сүйсе, оның болашағын көреді. Соңғы рет олардың еріндері кездейсоқ тиіп кеткенде, Юл олардың құшақтасып, сүйісіп тұрғанын көрді. Юл екеуінің жұп болатынына сенбеді. Сондықтан ол бұған тағы да көз жеткізгісі келді. Мин Хо бір сәт екіленіп қалды да, алға еңкейіп, Е Сеулді сүйді. Келесі күні Е Сеул оның қонақ үйде екенін түсінді. Ол оянғаннан кейін кеше болған оқиғадан қатты абдырап қалды. Түсініспеушілікке жол бермеу үшін Мин Хо Е Сеулге жұмысқа бару үшін арнайы жаңа киім сатып алды. Содан кейін ол кеше түнде олар көлікте сүйісіп жатқанда не көргенін сұрады. Е Сеул есіне түсіруге тырысты. Бұл оның мас болуынан ба, әлде басқа себептермен Е Сеул ештеңе есіне түсіре алмады ма, білмей. Мин Хо оның 6-шы сезіміне күдіктенді. Сондықтан ол оны ұзақ уақыт бойы жасырын түрде жақсы көрді деп күдіктенді және бұл жай ғана сылтау болды. Бір-біріне деген қызығушылықтары болмағандықтан олар бірге бола алмады. Жарты жолда бөлмеге Пио кіріп келді. Ол қабағын түйіп, болжам жасауға қарсы тұра алмады.
екеуі өткен түнді бірге өткізген болуы мүмкін бе? Шиеленісті атмосфераны көрген Пило Мин Хомен амандасуға бастамашы болды. Пило компанияның келесі жобасында олармен ынтымақтасатын директор болып шықты. Болашақта үшеуі де осындай ыңғайсыз жағдайларға тап болатын сияқты. Жұмыс біткен соң келесі күні Мин Хо асығыс Сонг Теге телефон соқты. Ол Сонг Тегің дәрі-дәрмегін ауыстырды ма деп сұрады. Ол басқа біреуді сүйген сайын Мин Хоның денесі қатты ауыратыны белгілі болды. Бірақ кеше түнде Есеулмен сүйіскеннен кейін Мин Хо ауырмады. Мен мүлде ыңғайсыздық сезінбеймін. Оның денесі мүлдем қалыпты болды. Бұл өзгеріс Мин Хоның Есеулге сенімсіздікпен қарауына себеп болды. Ол оның неге ерекше адам болғанын түсіне алмады. Екінші жағынан, Есеул бұл туралы күні бойы ойлады. Ол Мин Хо оның қабілеттеріне әлі де сенбейтінін сезді. Сондықтан оның алтыншы сезімінің шынайы екенін және оны жай ғана мазаламайтынын дәлелдеу үшін ол жұмыстан кейін онымен кездесуді жоспарлады. Есеул Мин Хоның қолының артқы жағынан қатарынан 3 рет сүйді. Содан кейін оған болашақ туралы ретімен айтып берді. Бұл Мин Хоның үйінде мұрнынан қан кеткен дәрігер пайда болды. Екеуі айдалада бірге жарнамалық ролик түсіріп жатқанда оның жанынан көлік өтіп кеткен. Есеул құлап қала жаздады. Мин Хо оны артқа тартып жатқанда телефонын тастап сындырып алған. Мин Хо осы 3 оқиғаны естігенде қатты таңғалды. Бірақ Есеул мұны ғана айтты. Бұл сенімді болды ма, жоқ па? Сондықтан олар тек бір нәрсенің болуын күтуі керек еді. Келесі күні Пило жарнамалық компанияға барып, Мин Хомен кездесіп, жарнамалық роликтің түсіріліміндегі ынтымақтастықты талқылады. Пило компанияға қосылғаннан кейін ол Есеулдің жүрегін қайтарғысы келетінін жасырмады. Бірақ одан аулақ болды. Тіпті оның қолын қысқанда ұзақ ойланды. Пило бұған дейін әйелдің қолын қатты қысып, оны жібермеу мүмкіндігін пайдалану үшін қол алысуға сылтау айтқан. Пиломен бірге жұмыс істеу әйелді іштей шатастырды. Жұмыстан кейін ол жоғарғы қабаттағы билбордқа демалуға кетті. Күтпеген жерден Пило да пайда болды. Бір кездері олардың бір-біріне ғашық болған құпия базасы болғаны белгілі болды. Қабырғадағы тақтада да сол кезде жазған әдемі арманы бар еді. Енді екеуі де армандарына жетті. Бірақ махаббаттары жоғалып кетті. Юль енді Пиломен еш нәрсе істегісі келмеді. Ол енді кетейін деп жатқанда, ол оны тоқтатты. Қарызын өтеу үшін Юль олар ажырасқан кезде қымбат камерасын сындырып алған. Ясул да Пилоға қарыз болып қалғысы келмеді. Сондықтан ол оның орнын толтыруға келісті. Енді Пило өзінің шынайы ниетін ашты. Егер Ясул онымен 3 рет кездессе, ол камераның өтемақысын азайтады. Пилоның өтінішіне дейін оның қарым-қатынасын қалпына келтіргісі келмеді. Тек ашуланып, жұдырығын түйді. Екінші жағынан, Тенің ұлы кездейсоқ барда Есеул Хо Вудың ең жақын досымен кездесті. Осыдан кейін олардың арасында нәзік және құмарлық махаббат пайда болды. Сол күні түстен кейін Сын Те мен Хо Ву кездесулерін аяқтап, көңіл күйлері көтеріңкі болып, Чи Еңді Мин Хоның үйіне үшуге шақырды. Бірақ Мин Хо ыстық махаббат сезімін түсінбеді. Зерігіп, ұйықтағысы келді. Сын Те сабыр сақтай алмай, Мин Хомен төбелесу үшін жатын бөлмеге жүгірді. Нәтижесінде ол кездейсоқ қабырғаға соғылып, мұрнынан қан кетіп қалды. Мин Хо таңғалды. Бұл Есеулдің болашақта көрген нәрселерінің бірі емес пе еді? Джостың тақырыбы шығарылмаған көлік болғандықтан, Пило оның композициясына шабыт алу үшін оны өз көзімен көргісі келді. Есеул жоба менеджері ретінде онымен бірге автокөлік компаниясына баруы керек еді. Жол бойы Пило Сылмен сырласып, оны ыңғайсыз сезінді. Осы кезде Мин Хо күтпеген жерден пайда болып, тест-драйвқа қатысушылар тобына қосылды. Мин Хоға келетін болсақ, олардың құрбысы Сылмен сырласуды қойды. Үшеуміз қаңырап, бос жатқан қала маңына бардық. Ясул мен Мин Хо көліктен түскенде, Пило өзінің сәнді көлігін тоқтаусыз айдап келе жатқан. Ясел кенет шаңды нұсқады. Ол көрген екінші болашақ дәл осы сәтте болды. Мин Хо телефонмен сөйлесіп тұрғанда, Пило көлігінің қақпағын шешіп, суретке түсе бастады. Бірақ бұл әрекет шығарылмаған көлікке қатысты құпиялық туралы келісімді бұзды. Есеул оны тоқтату үшін алға шықты, бірақ бәрібір Хилоны тоқтата алмады. Ол суретке түскеннен кейін, ол одан бұрын берген уәдесін орындауға келісесіз бе деп сұрағанға дейін. Егер ол жүлдені жеңіп алса, ол оның ұсынысына келіседі. Ясел, олар қайтадан бірге бола алмайды деп ойлайды. Бірақ Пио бәрібір бас тартқысы келмейді. Ол әрқашан неке сақинасын өзімен бірге алып жүреді және Юлдың қабылдауын күтеді. Мин Хо бұл сөздердің бәрін естіді. Юл бұрылып кете жаздаған еді. Кездейсоқ тасты басып қалды. Мин Хо оны ұстап алмақ болған кезде телефонының экранын түсіріп алды. Осылайша Есеул айтқан үшінші болашақ осылай болды. Сол сәтте ол оның болжамына сенбей тұра алмады. Егер олардың бірге ұйықтайтын болашағы сөзсіз болса, онда бүгін мұны істейік. Мин Хо ұсыныс жасағаннан кейін кенеттен Чи Йен пайда болды. Чи Йен қызығушылықпен екеуінің не туралы сөйлесіп жатқанын сұрады. Мин Хо бұл жағымсыз кейіпкердің кенеттен пайда болады деп күтпеген еді. Сондықтан ол Чи жасты бірден шетке тартып алды. Лифтте отырған кезде Чи Йен Мин Хо Есеулмен кездесіп жүр деп ойлады. Содан кейін Чи Йен оған егер Есеул оның құпиясын білсе, онымен кездесуге келіспеуі мүмкін екенін еске салды. Бұл сөз тіркесі Мин Хоны біраз мазасыздандырды. Сондықтан ол Есеулге бүгінгі кездесуден уақытша бас тартуды бұйырды. Бұл туралы ертең сөйлесейік. Үйге келген соң
Е Сеул Мин Хо бұрын қандай шарттар туралы айтпағанын ойлай берді. Хо бұл біраз ойланып қалды да, бұл Мин Хо айтуға қорқатын қандай да бір жаман әдет шығар деп ойлады. Е Сеул басын шайқай берді. Мин Хо идің мінезі бір түрлі болғанымен, оны бұзық деп атауға болатындай дәрежеде емес. Е Сеул бұл физикалық емтихан болуы мүмкін деп ойлады. Мүмкін, ол қандай да бір қатар жүретін аурулары бар жоғын тексергісі келген шығар. Сол күні кешке Е Сеул өз ойына толығымен еніп кетті. Келесі күні жоспарлау тобы Пиломен кездесіп, жаңа жарнамалық идеяны талқылады. Бірақ түсірілім бұрышы мен идеяның өзгеруіне байланысты Пило Мин Хомен жанжалдасып қалды. Кездесу қайғылы аяқталды. Е Сеул қайғылы түрде шай бөлмесінде демалып жатқанда Мин Хо кіріп келді. Мин Хо одан бүгін кешке үйіне қайта келуін өтінді. Сол түні Юл мен Мин Хо құшақтасып, төсекке құлап түсті. Олар қазірдің өзінде сүйіскелі тұрған кезде Мин Хо кенеттен Юлдан болашақта ол көрген махаббатты қалай жасағанын еске түсіруін өтінді. Ясулдың айтуынша, дәлізден жатын бөлмеге бара жатқанда екеуі де мас болып, сүйісіп жатқан көрінеді. Олар вазаны тоқтаусыз аударып тастады. Мин Хо сүйген ағашына қарап, бұл мүмкін емес деп қатты айқайлады. Оны сындыруға оның жүрегі қалай болды? Егер бұл орындалса, Мин Хоге Сеулге оны жылжытуды бұйырды. Бірақ жолда ол кездейсоқ одан да құнды витринаны сындырып алды. Бұл Мин Ходы өте бақытсыз етті. Ақырында, тынышталғаннан кейін, Е Сеул екеуі бір-бірінің мансабына әсер етпейді деп үміттеніп, құпиялылық туралы келісімге келді. Е Сеул Мин Хомен болатын болашақ көріністі сипаттаудан, оның мінезімен ол мүлдем мас бола алмайтынын және онымен тым алысқа бара алмайтынын түсінді. Жалғыз мүмкіндік, олар бір-бірін шынымен жақсы көрді. Егер Яул онымен шектен шыққысы келсе, екеуі де бірінші күні кездесуі керек еді. Олардың сезімдері дұрыс болған кезде бәрі табиғи түрде болатын еді. Бұл Мин Хо кеше түнде айтып бітпеген шарт еді. Яул қатты таңғалды. Ол бұл жағдайдың өзінің және әпкесінің бұрынғы болжамдарынан мүлде басқаша екенін анықтады. Келесі күні Ясул Мин Хоның кездесу туралы ұсынысынан бас тартты. Мұны естігенде ол қатты ашуланды. Ол оның неге оны жақсы көруден бас тартқанын түсінбеді. Оның бойдақ екені анық. Бұл сөйлем Е Сеулдің мақтанышына ауыр тиді. Пило жарнаманы талқылау үшін телефон соққанда, Е Сеул ашуланып, Пиломен 3 кездесуге баруға келісті. Мұны камера үшін өте мақы деп есептеңіз. Сол күні Мин Хо өзінің жеке дәрігеріне барды. Мин Хоның ерекше қабілеттері бар екені белгілі болды. Оның сезім мүшелері басқа адамдарға қарағанда 5 есе сезімтал болды. Сүйісу сияқты жақын қарым-қатынас оның денесін өте ыңғайсыз етеді. Түнде Ясул үйге келгенде, ол жол жиегінде адамдардың жиналып жатқанын көрді. Соңғы кездері бұл аймақта супер ұрылар жиі пайда болды. Сондықтан маңайдағы көршілер Ясулға абай болуды ескертті. Келесі күні Ясел демалыс алып, Пиомен бірге кемпингке барды. Пио кездесу кезінде қатты қуанды. Олар татуласады деп ойлады. Тек ел оның сезіміне байланысты онымен кездесуге келіспейтінін білді. Түнде Пило шатырдың сыртында фильм көріп, өткенді еске түсіре бастады. Олар фильм түсірілімінің арқасында жақындай түсті. Алғашқы кездесуден ғашық болғанға дейін бәрі өте романтикалық болды. Пило олардың неліктен ажырасып кеткенін түсінбеді. Е Сеул үндемеді. Өйткені ол болашақта олардың қарым-қатынасы тек қайғылы аяқталуы мүмкін екенін көрді. Сүйісу бастапқыда бақытты бейнелесе, Е Сеул үшін бұл бақыт пен оның арасындағы қашықтықты одан әрі арттырды. Кемпингтегі кездесу аяқталды. Пило Усулды үйіне алып кетті. Бірақ ол үйге кірген бойда бірдеңенің дұрыс емес екенін сезді. Еденде тәртіпсіздік болып, үйдегі автоматты ажыратқыш та сөніп қалды. Есілдің телефон тұтқасын көтеруден басқа амалы қалмады. Осы кезде қараңғыда оған шабуыл жасауға дайындалып жатқан шам ақырын пайда болды. Қауіп төнген сәтте Мин Хоның дауысы естілді. Қарақшы ер адамның дауысын естіп, дереу қашып кетті. Мин Хо Есілдің бүгін Пиломен кездесіп жүргенін білген болып шықты. Ол бұл туралы күні бойы ойлады. Ақыры ол оның үйіне көлікпен келді. Ол оны шақырғалы жатқанда, оның құлағы оның көмекке шақырған өте тыныш айқайын естіді. Сондықтан ол оны дер кезінде құтқару үшін дереу үйге жүгірді. Бірақ үйдегі тәртіпсіздікке қарап, ол бүгін түнде бұл жерде ұйықтай алмайтыны сөзсіз. Сондықтан Мин Хо Амиді сол жерде түнеу үшін компанияның жатақханасына апарды. Жолда келе жатып, көлік кенет жылдамдықты арттырып, тежегішті басып, Амидің басы айналып кетті. Кенет ол екеуінің мас болып, болашақта сүйісіп жатқан көрінісін есіне алды. Болашақ көріністе бұл екеуі қуана құшақтасып, сүйісіп тұрған. Мин Хоның көздері нәзіктікке толы болды. Бұл оның әдеттегі көрінісіне мүлдем ұқсамады. Осы көріністердің кесірінен Е Сеул таңғаларлық күйге түсті. Мин Хо Е Сеулдің жүрегінің қатты соғып тұрғанын естіп, оның маңдайына тигізу үшін қолын созды. Күтпеген жерден бұл көріністі артық жұмыс істейтін әріптес әйел көрді. Ол жатақханаға оралғанда, бір әйел әріптесі Е Сеулдің Мин Хоға ғашық екенін сұрады. Е Сеул бұл дұрыс емес деп сендірді. Бірақ өткенге көз жүгіртсек, егер бұл болашақ көріністегідей рас болса, онда олар бір-біріне қатты ғашық болған жұп екені сөзсіз. Осы уақытқа дейін ойлана келе, Е Сеул онша сенімді емес еді. Екінші жағынан, Мин Хо екеуінің сыбырын естіді. Келесі күні Мин Хо үлкен қиындыққа тап болды. Әлі шығарылмаған жаңа көлік туралы фильм түсіру үшін Мин Хо автокөлік компаниясымен құпиялылық туралы келісімге қол қойды. Күтпеген жерден Пило бұл келісімді мүлдем елемеді. Пило жаңа көліктің дизайнының көптеген фотосуреттерін түсірді.
содан кейін біреу оларды желіде жариялады. Осыған байланысты жарнама компаниясы келісім шартты бұзғаны үшін үлкен көлемде өтемақы төлеуге мәжбүр болды. Концепция жөніндегі директор және басқа топ жетекшілері осы мүмкіндікті пайдаланып, компания өкілінен Минходы Хаседен қуып жіберуді сұрады. Алайда, компания өкілі Минхоға қатты ұнады, сондықтан ол оны қорғауға келісті. Тек құпияны ашу үшін жауапкершілікті өз мойнына алатын біреу керек болды, және ол жанама түрде Минхоға жауапкершілікті өз мойнына алуды меңзеді. Бұл адам Есеулден басқа ешкім емес еді. Ақырында Пио суретке түсіп жатқанда Есеул дәл сол жерде болды, бірақ ол оны тоқтатпады. Ақырында бұл жолы Есеул жобадан қуылды. Ол да басқа командаға ауыстырылды. Ол ештеңе айтпады, бірақ ол бірден жұмысты тапсырып Минхомен қоштасты. Бірақ ол жаңа кеңсеге жұмысқа тұрғаннан кейін де жүрегі ауырып, көзіне жас алып жерге құлап түсті. Ол келесі жолы көбірек тырысатынына өзін жігерлендірді. Минхо бұл қысылған сөздердің бәрін естіді. Минхо Пиллоны жасырын түрде тауып алып, оған жоспарлау тобы Есаулды келісім шартты бұзғаны үшін жұмыстан шығарғанын хабарлады. Пилло өзін өте кінәлі сезініп, енді оның шығармашылық өтініштеріне мән бермеді. Аға қандай партия қажет болса да, ол онымен толықтай ынтымақтасуға дайын болды. Өйткені Есеул барлығының көңілінен шығатын жарнама түсіре алатын болса ғана, оның қызметіне қайта оралу мүмкіндігі болады. Жұмыстан кейін Есеул тергеумен ынтымақтасу үшін полиция бөлімшесіне барды. Күтпеген жерден Минхо одан бір қадам алда болды және оған дәлел табуға көмектесті. Есеул үйге келген соң, Минхо одан бетер бос емес болып, оған тез арада камера орнатуға көмектесті. Оның уайымы оның өткенді санасыз еске түсіруіне себеп болды. Ол қиындыққа тап болған сайын, Минхо бірінші болып көмекке келді. Бұл оның әрқашан оған қамқор болғанын дәлелдеді. Есеул Минходан оны ұнатама деп тікелей сұрады. Ол шыншылдықпен иә деп жауап берді. Ол сондай-ақ Есеулге онымен кездескісі келе ме, жоқ па, оған тез жауап беруін айтты. Күтпеген жерден Пио да осы уақытта Есеулдің үйіне келді. Махаббаттағы қарсыластар бір-бірімен кездесіп, қатты ренжіді. Үшеуі бірге барға барды. Екі жігіт қызғанып, өздеріне ұнаған қыздың көзінше төбелесіп қалды. Екеуі де ішімдікке төзімділіктерін салыстырып, ақыры мас күйінде дастарханға құлап түсті. Пені оның көмекшісі алып кетті. Ал Есеул Минходы үйіне апаруға мәжбүр болды. Оның ұйықтап жатқанына қарап, ол болашақта екеуі де бір-бірін жақсы көретін шығар деп күбірледі. Өйткені болашақ туралы барлық болжамдарға қарамастан, Есеул өзін бірінші рет бақытты көрді. Келесі күні жарнамалық роликтің түсірілімі ресми түрде басталды. Жұмыстан кейін кешке Есеул Минхоға қонаққа барды. Ол одан жауабы бар жоғын сұрады. Есеулдің өзі оның кездескісі келетін келмейтінін бұрыннан білетін. Болашақ оған бұл сұраққа баяғыда жауап берген. Кеше түнде ол Минхоны қасында болғанда шынымен бақытты болатынына көз жеткізу үшін үйіне апарғаннан кейін ол оны қайтадан сүйді. Бұл жолы Есеул екеуінің ерекше тәтті өмірін шынымен көрді. Бұл күлкілердің бәрі шын жүректен, ешбір сылтаусыз естілді. Есеул Минхоға шындап жауап берді. Кездесуді бастайық. Күн сайын ол Минхомен кездесіп жүргенде, Есеул жаңа қызметкер ретінде қобалжыды. Ол жұмысқа бара жатқанда макияжын тексеріп, 2 рет тексеретін. Ол оған мінсіз әсер қалдырғысы келді, бірақ оның оған деген көзқарасы мүлде өзгерген жоқ. Компанияда ол тек онымен жұмыс істеу туралы сөйлесетін. Ол қанша күткенімен, Минхо оған ешқашан телефон соқпаған. Жұмыстан кейін ғана ол оны бірінші дәрежелі мейрамханада кешкі асқа шақырды. Тамақ ішіп отырғанда Есеул кездесуге келісім шартқа отырды. Ол олардың қарым-қатынасы ерекше деп ойлады. Сондықтан қажетсіз ыңғайсыздықты болдырмау үшін сызықты анық сызған дұрыс. Онда екі адамға басқа адам айтқысы келмейтін жеке істері туралы сұрауға рұқсат етілмейтіні айтылған. Егер бұл ерекше жағдай болмаса, олар жұмыс күндері кездеспес еді, тек демалыс күндері ғана кездесетін еді. Мұны оқығаннан кейін Минхо олар әр айдың сенбі және сейсенбі күндері кездесе алмайтынын айтты. Және ол сізге, Сеулге, оның сүйіспеншілігін ұрлауға қатаң тыйым салды. Ақырында Минхо болашақты түсінген соң, екеуі де кездесуді бірден тоқтатады деген тармаққа қарсылық білдірді. Өйткені ол оған осындай миссияны орындаудың кездейсоқ тәсілі ретінде емес, бірге болу үшін нағыз ғашық ретінде қарайтын болады. Олар сөйлесіп жатқанда, Джиен кенеттен олардың қасына келді. Ол Минхо мен Есеулді көріп таң қалды. Есеул мұны әлі де жасыруға тырысты, бірақ Минхо өте ашық айтты. Ол Джиенға олардың кездесіп жүргендерін айтты. Екеуі мейрамханадан шығып бара жатқанда, Джиен да олардың артынан қуды. Ол Минхо Есеулге өзінің құпиясын айтты ма деп сұрады. Есеул бұл мәлімдемеге қатты алаңдады. Үйге қайтып бара жатқанда, ол нәтижелерді тексеру үшін сөйледі, бірақ ол айтқан ескертуге тосқауыл қойды. Бұл құжаттың бірінші абзацында басқа адам сөйлегісі келмесе, жеке істері туралы сұрай алмайтыны айтылған. Содан кейін мен Сеулден оның Джиенмен қарым-қатынасы туралы сұрадым. Минхо олардың балалық шақтағы достар екенін айтты. Содан кейін ол оған көрсету үшін кішкентай кезінде Джиенмен бірге түскен суретін шығарды. Бірақ Сеулге бұл сурет біраз таныс болып көрінді. Үйге оралғанда ол Джиеннің әкесі кішкентай кезінде түсірген жарнамалық роликте ойнағанын есіне алды. Мәжіліс залындағы және келесі күнгі атмосфера өте шиеленісті болды. Өйткені жоспарлау тобы қиын серіктеспен бетпе-бет келді. Екінші тарап өзгертулер енгізу туралы өтініштерін жіберуді жалғастырды.
бұл Пилионы қатты ренжітті және ол ашуланып мәжіліс залынан шығып кетті. Сонымен бірге олар Джи Енмен байланысын үзді және бұл жолы жоспар толығымен тоқтап қалды. Пио, өкінішке орай, оған сенім арту үшін Есюлдің қасына барды. Ол серіктесінің жарнамалық роликті, оның ішінде Джи Еннің да монтаждауын бірнеше рет сұрағанына шағымданды. Сол кезде Есюл оған әкесі түсірген бейнені көрсетті. Ол сол автокөлік компаниясының жарнамасы болып шықты. Есюл Пиоға жарнамадағы қыздың есімі кішкентай кезінде Джи Ен екенін айтты. Ал Есюл бұл ақпарат оған көмектесе алады деп үміттенді. Есюлдің еске салуының арқасында Пио кенеттен жаңа идеяға ие болды. Ол Джи Еннің көлігін балалық шағынан ересек өміріне дейін өмірінің тақырыбы ретінде пайдалану болды. Пе жаңа жоспарды қайта жазып, қолжазбаны тапсырғаннан кейін ол өте риза болды. Ол бұл идеяны Есюлдің оған Минхоның қатысуымен ұсынғанын әдейі баса айтты. Ол бұл жолы оның көмегі Пилоны олардың қайтадан бірге болуға мүмкіндігі бар деп ойлауға мәжбүр етеді деп қорықты. Сондықтан ол оған Минхомен кездесіп жүргенін айту мүмкіндігін тапты. Күтпеген жерден Пило бұған мүлде сенбеді. Ол жай ғана оның одан бас тарту үшін сылтау айтып жатқанын сезді. Компанияға оралғаннан кейін Минхо да қызғаныш таныта бастады. Ол танысу келісім шартына Есілдің басқа еркектермен кездесуіне тыйым салатын тармақты қосқысы келді. Өйткені ол ғашық болған кезде өте иемденуші еді. Бұл мінез Есілдің Минхоға басқаша қарауына себеп болды. Оның сезімсіз жұмыс машинасы емес екені белгілі болды. Егер ол сондай тура мінезді адам болса, оны мойындамай-ақ оған ұзақ уақыт бойы жасырын ғашық болуға қалай шыдай алар еді? Есюлдің сұрағын естіген Минхо өзінің жасырын ғашық болғаны туралы әңгіме айта бастады. Есілмен алғаш кездескенде оның көптен күткен сезімі пайда болды. Бірақ Пилио екеуі кездесіп жүргендіктен ол тек өзін ұстай алды. Олар ажырасқаннан кейін ол жылай бастады және ол енді кездескісі келмейтінін айтты. Ең бастысы, ол қосымша жұмыс істеу үшін кешігіп келген сайын оның артынан ұрысып, егер онымен кездессем, екі қолында құртып жіберетінін айтты. Минхо Сеул оның айтқанын орындайды деп қорықты. Сондықтан оған тек шыдай беру керек болды. Әңгіме барысында ол жақындап келе жатқан оның бетіне қарап, оны сүйгісі келетінін басуға тырысты. Содан кейін ол екеуін сүйе алатындай шарт қойды. Оның үстіне олар сүйісіп жатқанда түнді бірге өткізуге тура келді. Бұл сөйлем Ясулды қатты тебірентті. Минхо оның реакциясын естігенде күлді. Бүгін таңертең Ясул суға құлап түскенін армандағандықтан қорқып оянды. Ол күнтізбеге қарап, бүгін айдың 3-ші сенбісі екенін көрді. Дәл осы күні оған Минхомен байланысуға рұқсат етілмеді. Есюл жалығып серуендеуге шықты. Ол үйге келгенде анасының өзіне жақындап келе жатқанын көрді. Осы таңғы ұйқысының кесірінен Есюл анасынан кішкентай кезінде бір жерге құлап бара жатқанын сұрады. Бірақ Сара тікелей жауап бермеді. Бүгін Минхо мен Сынте Минхо бұрын тұрған балалар үйіне оралды. Серуендеп жүргенде Минхоген суға көптеген сұрақтар қоятын. Олардың барлығы оқ атылғаннан кейін ми бұл жатты автоматты түрде өшіре ала ма, жоқ па деген мәселеге қатысты болды. Екінші жағынан Пилио жаңа жарнамалық жоспарға өте риза болды. Есіл әлі жас кезінде жарнамалық роликтерге түскендіктен компания оған өндіріске қатысу үшін жоспарлау тобына қайта оралуға арнайы рұқсат берді. Пилио Есілдің қайтып келе жатқанын естігенде, оны құттықтау үшін компанияға барғысы келді. Күтпеген жерден ол сыртқа шығып бара жатып, кездейсоқ Есюл тастап кеткен кездесуге арналған келісімшартты алып кетті. Сонда ғана ол Есюл мен Минхо шынымен кездесіп жүргеніне сенді. Онда айтылған болашақ оны қатты алаңдатты. Өйткені Есюлдің онымен ажырасуының себебі екеуінің болашағының жоқтығынан болды. Ол мұны өз көзімен көргендей болды. Осылайша Пилио Есюл мен Минхоның кездесуінің себебі оның онымен ажырасуының себебі деп болжады. Бұл себеп Есюлдің болашақты көре алатындығында болды. 3 жыл бұрын Есюл үйленген және Пилодан балалы болған тағы бір қызды кездестірді. Бірақ ол емес. Ол қатты қайғырды. Сондықтан ол онымен ажырасуды ұсынды. Оны Пило түсіне алмады. Бір күні ол Есілдің үйіне келіп, оның әпкесімен сөйлескенін кездейсоқ естіп, ажырасуға Есілдің болашақты көргені себеп болғанын айтты. Олардың махаббаты ұзаққа созылмады. Бірақ бұл себептің ақылға қонымсыз болғаны сонша, сол кезде Пио өзін бұған сендіре алмады. Тек кейінірек, ол сізге негізделген фильм түсіргенде, ол оны бірте-бірте түсіне бастады. Бұрын олар сүйіскен сайын ұяу ауырып жылайтын. Ол болашақты шынымен көре алатын болып шықты. Есюлдің оған неліктен қазір бұл туралы Минхоға сабырмен айтып жатқанын түсіндіре алмағаны Пионы ашуландырды. Ол тіпті Минхомен келісімшартқа отырды. Есюл де мұны не үшін жасағанын білмеді. Кешке қарай Минхо мен Есюл кездесуге шықты. Ол Пилио екеуінің ажырасуының себебі оның өзінің бақытсыз болашағын көргендігінде деп болжады. Егер бұл рас болса, бір күні Есюл олардың қарым-қатынасының қайғылы аяқталғанын көргенде, ол да онымен үзілді-кесілді ажырасады. Есюл ештеңе айтпады. Ол бұл болжамды үнсіз мойындады. Бірақ Минхо өзіне өте сенімді болды. Ол оған ешбір жағдайда бақытсыз болашақты көруге мүмкіндік бермейтініне уәде берді. Бірнеше күннен кейін жоспар ресми түрде бекітілді. Барлығы түсірілімге кірісуге дайын болды. Бүгін Пилио компаниясының жиналысынан кейін Есюлды бір жерге апарды. Ол оның көрген болашағының дұрыс емес екенін дәлелдегісі келді. Екеуі кофеханаға бірге барды. Бұл мекеменің иесі ол кездескен болашақ сүйіктісі Пилио болатын. Юн Чон Есюлді көріп,
оның кішкентай кезінде Плеоның артынан қуып, тіпті өзін сүйіп алғаны рас екенін айтты. Бірақ бұл әрекет Плеоны шошытты. Ол шетте қалып қана қоймай, оның көздерінің арасына анық сызық сызды. Ол үйленіп, балалы болғаннан кейін ғана онымен қайта байланысқа шықты. Бұл кезде Пен Джонның баласымен ойнап жүрген, жақын жерде тұрған бұл екеуі ерлі зайыптыларға қатты ұқсайтын. Сеул кенет есіне бұл оның көрген болашақ көрінісі екенін есіне алды. Дәл осы көрініс оны Плео мен оның әйелінің бейнесі деп ойлауға итермелегені белгілі болды. Ол бәрін дұрыс түсінбеді. Мұны көргенде Сеулдің санасында толық хаос орнады. Ол тез бұрылып кетіп қалды. Плео оның артынан қуып, 3 жылдан кейін қайтып оралу себебін айтты. Себебі ол Ая Джонның үйленуін және балалы болуын күткісі келгендіктен, Аяға оның көрген болашағының дұрыс емес екенін дәлелдеу үшін қайтып оралмас бұрын. Өткеніне, бүгініне немесе болашағына қарамастан, ол оны әлі де жақсы көретін. Ол оны тастап кетуді ешқашан ойлаған емес, бірақ Сеул енді оны жақсы көретінін қабылдай алмады. Тіпті олар оның кесірінен ажырасып кетсе де, түннің бір уағында Сеул мұңын басу үшін жалғыз өзі ішіп отырды. Қасындағы телефон шырылдай берді. Мин Хо қоңырау шалды. Ұзақ үнсіздіктен кейін Сеул ақыры оған қайта қоңырау шалды. Бірақ Джи телефонға жауап берді. Джи әдейі Мин Хомен кездесіп жүргенін айтты. Сонымен қатар Мин Хо Сеулдің ерекше қабілеті бар деп сенгендіктен ғана Сылмен кездесіп жүргенін айтты. Бұл Сылдың бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенуіне себеп болды. Мин Хо басқаларға өзінің болашаққа деген көзқарасы туралы айтқан болуы мүмкін бе? Бірақ шындық, Мин Хо жай ғана Кен Судың отбасымен кешкі ас ішіп отырған. Кен Судың қызы болатын. Келесі күні Сеул жұмысқа келді. Оның әріптестері оның танымал болғанын айтты. Пенің кешегі мойындауын қасындағылар видеоға түсіріп, кейін желіде жариялаған болып шықты. Мин Хо да бұл видеоны көрді. Сондықтан ол ашуын шығару үшін бірден Сеулді іздеуге шықты. Бірақ оның ашуы да іштей жанып кетті. Ол оны Джи Янға өзінің ерекше қабілеттері туралы айтқаны үшін сынға алды. Бірақ ол мұны жоққа шығаруға тырысты. Сол кезде Сеул Мин Ходан Джи Янның қандай құпия туралы айтып жатқанын сұрады. Мин Хо жауап бермей, асығыс кетіп қалды. Бұл жолы екеуі төбелесіп қалды. Сеул енді Мин Хоның қоңырауларына жауап бермеді. Олар бірге жарнамалық роликті түсіру үшін іссапарға барса да, ол әдейі одан аулақ болды. Сеул қонақ үйдің сыртында серуендеп жүргенде, анасы қоңырау шалып, диванының астынан фото жиектеме тауып алғанын айтты. Оның әкесінің суреті түсірілген, бірақ Сеул оны кім суретке түсіргенін білмеді. Ол кезде оның бұл туралы түсінігі жоқ еді. Қонақ үйде болған кезде Мин Хоға полиция шақырған. Олар Сеулдің маңындағы үйлерге басып кіруге маманданған қарақшыны ұстады. Бірақ бұл жігіт Сеулдің үйіне ұрлық жасау үшін ешқашан кірмегенін және басқа адамның сыртқы келбеті де Мин Хо сипаттағаннан мүлде басқаша екенін айтты. Егер Сеулдің үйіне басып кірген адам қарақшы болмаса, онда ол кім болуы мүмкін? Мин Хо оны түсінбей тұрып, Джи оны шақырды. Ол оның жүрегі Сылға қарай иіліп тұрғанын көрді. Сондықтан ол өте бақытсыз болды. Джи Мин Хоға жақындап, оны күштеп сүйді. Осы кезде Сеул серуеннен оралып, сол көріністі көрді. Сеулдің көңілі қалмай қашып бара жатқанын көрген Мин Хо сүйіскеннен кейін ыңғайсыздығын жасыруға тырысып, оның артынан қуды. Ол түсіндіргісі келді, бірақ ол оны тыңдамады. Мин Хо Сеулді Плеоның ықпалына түсіп, оған қайта оралғысы келді деп ойлады. Түсініспеушілік күннен күнге үлкейіп бара жатқан қарлы кесек сияқты болды. Ақыры ол ажырасуды ұсынды. Жанжалдан кейін Сеул бөлмесіне оралмады. Мин Хо Сеулдің бөлмесінде ешқандай қимыл естімеді және өзін жайсыз сезіне бастады. Ол сыртқа шығып, оны табу үшін азапқа төзуге тырысты. Осы кезде ол орманның ортасындағы жолмен баяу жүрді. Жақын жерде оған анестетикке малынған сүлгісі бар қара киімді адам баяу жақындап келе жатты. Мин Хо уақытында келді. Сондықтан басқа адам қорқып артқа шегінді. Сеул қауіпті жағдай туралы ештеңе білмеді және оған ашуланды. Ақырында Мин Хо енді сүйісудің салдарын көтере алмады. Ол ауырып, тізерлеп отырды. Ақыры Сеулдің жүзі өзгеріп, көзқарасы жұмсарды. Сеул Мин Хоға дәрі ішу үшін бөлмесіне оралуға көмектесті. Дәрі қабылдағаннан кейін Мин Хоның белгілері басылды. Ол оның үйінде дәрі-дәрмек көпіршіктері көп екенін есіне алды. Сондықтан оның ауруы туралы білуге одан сайын қызығушылық танытты. Мин Хо сүйісі есінен танып қаламын деп жауап берді. Бірақ Сеул олардың бірінші рет байқаусызда болғанын қоспағанда, бірнеше рет сүйіскенін есіне алды. Келесі кездерде Мин Хо оны ыңғайсыздықсыз сүйді. Ол оның ерекше жағдай екенін және оның жанында болған кезде оның ауруы жақсарып келе жатқанын түсіндірді. Ол сөйлеп тұрғанда Мин Хо Сеулдің қолынан мықтап ұстап, емдік энергияны сіңіре бастады. Біраз уақыттан кейін Мин Хо ес-түссіз Сылдың иығына сүйеніп ұйықтап қалды. Түні бойы оның қасында болуының арқасында Мин Хо келесі күні толық сауығып кетті. Ол полицияға хабарласып,
кеше түнде кетіп бара жатқан қара киімді адамды көргенін айтты. Нөмірдің жабылуына байланысты ол тек такси компаниясының атын және нөмірдің алғашқы 2 санын айта алды. Ол полицияға қара киімді адамның Сылдың үйіне басып кірген жұмбақ адаммен байланысы болуы мүмкін екенін еске салды. Ол бөлмеге қайтып келгенде Сеул оянып үлгерген. Олар қол ұстасып татуласып кетті. Олар ажырасқандары туралы бұдан былай айтпауға келісті. Олар қонақ үйден шыққан бойда Чи Йен мен Пио бірінен соң бірі келе жатты. Чи Йен Мин Хоның жүзінің өмірлік қуатқа толы екенін көріп, эмоцияларын бірден басқара алмай қалды. Ең маңызды сәтте Пио оны тыныштандыру үшін асығыс шетке алып кетті. Бірақ Чи Йен әлі де еріксіз жылап отырды. Сеул шынымен де Мин Хо үшін ерекше адам болып шықты. Пио Чи Йеннің жылағанына ренжіп, іштей қатты қайғырды. Сеулге таңғы ас әкелгісі келгені белгілі болды. Бірақ ол Сеул мен оның жігітінің бір-бірімен бақытты қарым-қатынаста болғанын көргісі келмеді. Оған келетін болсақ, ол қажетсіз сайқымазаққа айналды. Бүгінгі жарнамалық түсірілімдер де үнемі қиындықтарға тап болды. Чи Йен өте кеш келді. Содан кейін түсірілім кезінде құлап қалды. Сондықтан ол енді жүгіре алмады. Бақытымызға орай, Пио түсірілімді аяқтап қала жаздады. Түсірілімге санаулы ғана көріністер қалды. Егер солай болса, оған дубль керек еді. Бәрі айналадағы қыздарға қарады. Сеулдың ең дұрыс таңдау болғаны анық. Сеул той көйлегін киіп, шөптің үстімен жүгіріп келе жатқанда өте әдемі көрінді. Мин Хо білмей жымиды. Бұл оның жанында отырған Пионы қатты ашуландырды. Түсірілім кезінде Мин Хо бірдеңе естігендей болды. Ол кенеттен қызметкерлерге жолды тазарту үшін жолды жауып тұрған барлық кедергілерді алып тастауды бұйырды. Шынында да, бірнеше минуттан кейін полиция көліктерінің бағанасы өтіп бара жатып, барлығы толқып сөйледі. Олар Мин Хоның болашақты болжауға қабілеті бар екенін сезінді. Сеул де күдіктене бастады. Ол Мин Хоның не болатынын бірнеше рет дәл болжағанын есіне алды. Сондықтан ол Мин Хоны мазалаған нағыз ауру сүйісу емес, пайғамбарлықпен байланысты нәрсе деп күдіктене бастады. Жарнамалық роликті түсіргеннен кейін Сеул Мин Хоның жұмыс істеген уақытын пайдаланып, бірінші күні әуежайға әдейі барды. Ешқандай нұсқау болмаған жағдайда Мин Хо оны бәрібір тауып алды. Бұл Сылдың қонақтары болғанын растады. Сылдан жауап алу кезінде ол өзінің бес сезімінің өте сезімтал екендігінің сырын ғана аша алды. Бұл ғана емес, оның сезімдері сүйіскеннен кейін одан сайын сезімтал бола бастады. Бұл тіпті бүкіл денеге таралатын ауырсыну сезімімен бірге естен тануға әкелді. Бірақ Сеулда стигматизация белгілері байқалмады. Керісінше, ол оған жаны ашыды. Өйткені екеуі де эксцентрик адамдар еді. Үйге келген соң, Юл мен оның анасы үйдегі заттарды бірге ретке келтірді. Ол фотоальбомды парақтап отырып, кенеттен әкесіне қатысты барлық суреттердің жоғалып кеткенін көрді. Юл қорқып айқайлады. Оның үйіне соңғы рет басып кірген ұры оларды ұрламақ болған болуы мүмкін бе? Бұл ұрының шынымен де ерекше хоббиі бар. Тек Сараның жүзі мұңайып, ойында бірдеңе бар сияқты көрінді. Екінші жағынан, Мин Хо үйде қанды айдағы кісі өлтіру ісіне қатысты кілт сөздерді іздеуді жалғастырды. Сеулдың әкесі бұл істің құрбаны болды. Кісі өлтіруші Ким мырза бұл дүниені өз бетімен тастап кеткенімен, қылмыс кезінде қауіпсіздік камераларының жазбалары жұмбақ түрде жоғалып кетті. Осыған байланысты іс әлі ашылған жоқ. Келесі күні Сеул жұмыстан үйіне келгенде оған хат келді. Хатта фильмге билет және Пил Юдан хабарлама бар. Ол фильмді кем дегенде бір рет көреді деп үміттенген. Өйткені бұл екеуінің оқиғасы еді. Сеул бас тартпады. Сол күні кешке ол киноға барды. Пило айтқандай, фильмдегі басты рөлдердің барлығы олардың кездесіп жүрген уақытына байланысты болды. Фильм аяқталғаннан кейін Пило Сеулдың қасына отырды. Алдыңғы іссапар кезінде Пило Сеулдың Мин Хоға қалай қарағанына назар аударды. Сол сияқты, олар әлі де бір-біріне қатты ғашық болған кезде ол оған қарады. Пило енді оның мүмкіндігі жоқ екенін жақсы түсінді. Ол бір күні Сеулде Мин Хомен бақытсыз болашақты көреді деп қорықты. Ол мұны батылдықпен қабылдайтынын және бұрынғыдай қашпайтынын айтты. Ол бұрынғы қателігін қайталамайды және шынайы махаббатын қайта жібермейді. Пиломен қоштасқаннан кейін Сеул үйіне Мин Хоға барды және жеке кездесуге келісім шартын бұзды. Осы сәттен бастап ол бәрін ұмытып, өзін осы махаббатқа толығымен батыруға мүмкіндік береді. Соңы жақсы аяқталмаса да, ол ештеңеге өкінбейді. Әңгімеден кейін Сеул мен Мин Хо бір-біріне құмарлықпен сүйісіп алмасты. Келесі күні ол оның үйінде оянды. Ол оның үйіндегі құпия әлемді қуана зерттеді. Ол одан қабырғаның бұрышына суретті кім салғанын сұрады. Ол бұл оның алғашқы махаббатымен бірге аяқтаған жұмысы екенін айтты. Таңғы астан кейін екеуі есту қабілетін тексеру үшін ойын ойнады. Мин Хо дыбыс өткізбейтін, құлаққап киіп жүрсе де, деп қанша тыныш сөйлесе де, Сеул оны әлі де ести алатын. Ол одан бұл ауруды қашан жұқтырғанын сұрағанда таңғалды. Мин Хо 13 жасында болған күтпеген оқиғаны есіне алды. Ол бір апта комада жатқаннан кейін оянды. Оның айналасындағы бүкіл әлем кенеттен керемет саңырау болды. Әртүрлі дыбыстар бір-бірімен бәсекелесіп,
құлақ қалқанын қоздырды. Ол осы дыбыстармен күресу үшін барын салды және осы уақытқа дейін тыныш өмір сүрді. Lee Seul Min Hoның басынан өткергенін толық түсінді. Өйткені оның өсу процесі өзінікіне өте ұқсас болды. Ол сондай ақ қорқыныш пен сенімсіздіктен басталып, бірте-бірте жеңуге және қабылдауға көшті. Бұл процесте ол одан да көп жалғыздықты бастан өткеруге мәжбүр болды. Жүрегіндегі бар нәрсені сеніп тапсырғаннан кейін, Lee Seul өзін жайлы сезініп, жеңілдеп қалды. Ол өзінің құпиясын жігітімен бірінші рет бөлісіп отыр. Бұл шексіз еркін махаббат оны бұрынғыдан да оңай сезінді. Осы кезде Lee Seul Min Hoның гардеробындағы костюмді көрді. Ол болашақта көктемгі түнді онымен бірге өткізген кезде киген костюмін дәл көрді. Ол оған ертең түнді онымен бірге өткізгісі келетінін меңзеп тұр деп ойлады. Сондықтан келесі күні ол бұл костюмді жұмысқа кигізді. Күтпеген жерден ол оның ойын бірден жоққа шығарды. Ол енді болашаққа мән бермеді. Тек бейбіт түрде сүйгісі келді. Lee Seulдің бүгін біраз шаруасы болды. Оған Ji Yeonмен кездесу керек болды. Min Hoды алып кеткендіктен Ji Yeon үнемі ренжіп жүретін. Ол сондай ақ Lee Seulдің Min Hoға деген сүйіспеншілігіне күмәндана берді. Ji Yeonның үнемі шабуылына тап болған Lee Seul берілуден бас тартты. Ол Ji Yeonға Min Hoның ерніне енді ешқашан қол тигізбеуді ескертті. Өйткені ол оған тиесілі. Бұл сөз тіркесінің дәмі өте күшті болды. Lee Seul бұл туралы есіне алған сайын ол өте тәтті болды. Ji Yeonның жүрегі жараланып, оған тек киініп, бір жерге сусын ішу ғана қалды. Жалғыз отырып, өзін тым жалғыз сезінді. Сондықтан ол Пилиоға қоңырау шалды. Ол да жүрегі ауырып, бірге келіп, олардың қайғысын жеңілдету үшін Lee Seul махаббатқа батып, өзін жібере бастады. Әрқашан сүйіктісіне жақын болғысы келді. Lee Seulдің ойлары Min Hoмен айналысқандықтан, оның жұмыс істеуге мүлдем көңіл күйі болмады. Оған компьютерді қосып, теруді бастау оңай болған жоқ. Бірақ ол махаббат жоспарын жазды. Ол компанияда жасырын кездесу үшін бірнеше құпия сигналдар орнатқан. Ол Min Ho бұл туралы біліп, тиісті кездесу орнына бару үшін иіс сезу, түрту және арнайы қимылдар арқылы барлық белгілерді жасады. Олар сүйісу тудыруы мүмкін алаңдаушылықтан аулақ болғысы келгендіктен, екеуі де ерінге тиіп кетпеу үшін барын салды. Оның орнына олар оның бетінен және маңдайынан жиі сүйе бастайды. Бір күндік махаббат жоспарын орындағаннан кейін Min Ho әлі де өзін ұстай алмады. Сүйісу оны ренжіте ме? Жоқ па? Ол бәрібір оны сүйгісі келді. Ертең Сараның сурет көрмесі өтіп жатыр. Ал Min Ho оның жездесінің рөлін ойнағысы келді. Киім таңдағанда ол кенеттен қабырғаның бұрышындағы суретке назар аударды. Ол туралы айтқан алғашқы махаббаты бала кезінен Lee Seul екені белгілі болды. Бірақ қандай да бір себептермен ол бұл естелікті ұмытып кетті. Бірақ анасы оны әлі есіне алды. Сондықтан олар жасырын кездесіп жүрді. Сара Min Hoдан кешірім сұрады. Ол әлі ауруханада жатқан жылы ол шетелге көшіп кеткен. Менің ойымша, Lee Seulдің есте сақтау қабілетінің жоғалуы мен Min Hoның күтпеген оқиғасы бір-бірімен тығыз байланысты болды. Сол кезде қара киімді адам көрмеге бірнеше эскиздер жіберді. Олардың барлығы Сараның суреттері. Көрменің ашылу күні Min Ho Lee Seulге алқа сыйлады. Ол бұл алқаның өзі көрген болашақта да пайда болғанын түсінді. Олар сол түнге жақындап қалғандай болды. Lee Seul мен Min Ho белгісіз уақытта болатын кездесуге дайындалу үшін болашақта көргендей киіне бастады. Бірақ жұмыстан кейін бірнеше күн қатарынан олар атаусыз істермен айналысты. Бұл қосымша жұмыс немесе жиналыс болды. Сондықтан Min Ho тек Lee Seulдің соңынан жиналу орнына дейін бара алады. Біз ішіп, жеп отырғанымызда барлығы шындық немесе сынақ ойынын ойнады. Күтпеген жерден бір бөтелке шарап Min Hoны үнемі нұсқап отырды. Бұл оны бүгінгі кештегі ең бақытсыз адамға айналдырды. Оның әріптестері әртүрлі сұрақтар қою үшін жарысты. Бірақ бірте-бірте олар Min Hoның алғашқы махаббаты туралы айтылған сайын оның ішуді жөн көретінін түсінді. Сондықтан оған қатарынан бірнеше стакан шарап ішуге тура келді. Енді өзін ұстай алмаған соң Min Ho телефонын алып Lee Seulге хабарлама жіберді. Ол онымен бірге жиналыстан қашқысы келді. Бірақ асығыс оны қателесіп, топтық чатқа жіберді. Бұл хатты жібергеннен кейін ол оны бастапқыда сүйіктісіне жібергісі келетінін тез түсіндірді. Бірақ күтпеген жерден бұл ұсыныс әріптестерінің қызығушылығын арттырды. Олар оның құрбысы да олардың компаниясында жұмыс істейтін болуы керек деп ойлады. Min Ho бүгін кешке көп ішімдік ішкен, ал алкогольдің әсерінен оның Йолға деген сезімі одан сайын күшейе түсті. Jillдің жаны Min Hoды үйіне қайтарғанда, олар бұдан былай күте алмай, құмарлықпен сүйісіп қалды. Содан кейін олар кездейсоқ Min Ho қатты жақсы көретін гүл құмырасын сындырып алды. Бұл екеуі де Lee Seulдің болашағы қазірдің өзінде бар екенін түсінетіндігінің айқын белгісі болды. Сондықтан олар барған сайын құмарлықпен сүйісіп жатты. Ақырында біздің басты кейіпкерлеріміз, еркек пен әйел, болашақта екеуі де күткен сәтті күтті. Ерлі зайыптылар келесі күні таңертең тәтті ұйқыдан оянды. Min Ho ақыры Джессель көптен күткен мен сені сүйемін деген сөздерді айтты. Сонымен бірге ол оны сүйіспеншілікпен қоштасып сүйді. Күтпеген жерден осы сүйістен кейін менің бетімде ұят сезімі пайда болды. Ол тез тынышталу үшін көрші оқу бөлмесіне жүгірді. Ол оны сүйген кезде оның кесірінен ауыр жарақат алғанын көріп, оны жедел жәрдем бөлмесіне апаруға тура келгені белгілі болды. Min Ho Lee Seulдің әдеттен тыс екенін түсінді және оның болашағы нашар болуы керек екенін түсінді. Ол Lee Seulдан сұрап жатқанда, оған әпкесі телефон соқты. Сараның қазіргі жігіті жол апатына ұшырағаны белгілі болды. Сондықтан Lee Seul оны көру үшін ауруханаға асықты. Min Ho Сараға тікелей қоңырау шалды
және әңгімеден Сара кінәлінің кім екенін білетіні белгілі болды. Өйткені, оның жігіті апатқа ұшырамас бұрын, оның бірнеше жасырын түсірілген фотосуреттері болған. Мин Хо оның кім екенін бірден түсінді. Ол бұл туралы Е Сеулге айтқысы келді, бірақ Сара оны тоқтатты. Сара қызының бұл қорқынышты естеліктерді сақтағанын қаламады. Бүгін көліктің жарнамасы эфирге шыққан күн болды. Чиен компанияға Пил Йомен бірге жарнаманың шығуын күту үшін арнайы келді. Өйткені екеуінің де жүрегі жараланған. Бірнеше стакан ішкеннен кейін олар жақсы дос болды. Сара ауруханаға жігітіне қонаққа жақында келген еді. Оған телефон соғылды. Екінші жағынан, Ким Хе Джин Сараны аңдып жүрген жынды адам еді. Жол апатына оның кінәсі себеп болды, және оның мақсаты оның жанында отырған адамды өлтіру болды. Ким Хе Джин жақын арада онымен және олардың екі қызымен кездесетінін мәлімдеді. Сараның Есул оның қызы емес деп айқайлағанына қарамастан, Ким Хе Джин оның иллюзияларына тым батып кетті. Осы кезде Есул анасының телефонмен кіммен сөйлескенін сұрауға келді. Сара бұл жай ғана колледждегі досы деп өтірік айтты. Өйткені бұл адам қайғылы оқиғаға әкелген кейбір нәрселер үшін оған риза болмады. Бұрын әкесінің суретін ұрлаған адам да ол болған. Е Сеулдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Сара оған Мин Хоның үйіне баруын айтты. Бірақ Е Сеул Мин Хоның неге оның кесірінен зардап шеккеніне таңғалды. Мин Хоның оны жұбатып жатқанын көріп, оған көргендерін айтуға көндіреді. Е Сеул есіне түсіре бастады. Мин Хо жарақат алған кезде бұлғарлы түн, аспанда қанды ай және айналасында таңғажайып шамдар болды. Бұл жер балалар үйінің су қоймасының жанында орналасқан. Е Сеулдің сипаттамасын естіген Мин Хо бұл баспананың құрылғанына 1 жыл толуына орай болады деп ойлады. Менің ойымша, Ким Хе Джинді ұстау үшін Мин Хо полицияға хабарласқан. Ол олардан Сараның жігіті жасырын суретке түскен жолды қадағалауды сұрады және жақын маңдағы үйлер мен көліктердің тұрғындарынан тергеу үшін қауіпсіздік камераларының жазбаларын беруін сұрады. Олардың тынымсыз күш-жігерінің арқасында олар ақыры Ким Хе Джиннің қылмыс болған жерін анықтады. Мин Хо да Сеулдің күні бойы мұңайып тұрғанын көрді. Сондықтан бүгін жұмыстан кейін ол оны арнайы кездесуге шақырды. Сүйіктісінің уайымының арқасында ақыры оған күлкі қайта оралды. Бірақ әр тыныш түнде ол оны жедел жәрдем бөлмесіне апарған көріністі есіне алып, жылауын тоқтата алмады. Ақырында ол Америкада қыстың соңына дейін болатынын айтып жазба қалдырды. Өйткені егер ол одан аулақ жүрсе, ол оның кесірінен зардап шекпейді. Ол түн ортасында көшеде жүгін сүйреп келе жатқанда, кенет оның артынан әлдебір фигура келе бастады. Ол тез арада көмекке жиі баратын барға жүгірді. Ал Е Сеул бұрыла салысымен оның артында иесінің пайда болғанын көрді. Ол бұл иесінің Ким Хе Джин екенін білмеді. Сондықтан ол оған берген кофені ішіп алды. Оны ішкеннен кейін оның басы бірден айналып, есінен танып қалды. Ол оянғанда, оның қараңғы бөлмеде қамалып қалғанын көрді. Ким Хе Джин оның алдында тұрып, өзін оның әкесімін деп мәлімдеді. Содан кейін 10 жылдан астам уақытқа созылған галлюцинациялары туралы айта бастады. Колледж кезінен бастап Ким Хе Джин Сараны жасырын түрде жақсы көретін. Ол тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуін одан бетер жек көретін. Ақырында оның менталитеті бұзылып, Е Сеулдің әкесін өлтірді. Оның алдында тұрған адамның бұзық екенін білген Е Сеул сабыр сақтауға тырысты. Ол оның қалауына сәйкес оның қызы екенін мойындады. Ким Хе Джин қырағылығын жоғалтқаннан кейін ол бұл жерден қашудың жолын іздей бастады. Көп ұзамай Ясол терезені сындырып, бөлмеден қашып кетті. Мин Хо оны барлық жерден іздеді, бірақ таба алмады. Сондықтан ол баспанаға кетті. Күтпеген жерден ол үйлену тойының мерейтойы күтілгеннен ертерек болатынын және бүгін кешке болатынын білді. Мин Хо Юлдің пайғамбарлығындағы су қоймасын бірден есіне алды. Юлдің биіктен секіруіне байланысты оған тек орманға дейін жетуге тура келді. Ол абайсыз болып, қатып қалған су қоймасына қарай жүгірді. Бірақ мұздың жарылып, тікелей суға түсіп кеткенін көрді. Бақытымызға орай, Мин Хо дер кезінде келіп, оны құтқарып қалды. Содан кейін оған жасанды тыныс берді. Осы кезде аспанда қанды ай пайда болды. Бұл Мин Хоның басын қатты ауыртып жіберетін бір түрлі табиғи құбылыс. Осы кезде Ким Хе Джин пышақпен келіп, оған үнемі шабуыл жасайтын. Ясил оянып, Мин Хоның қан бассейнінде жатқанын көрді. Ол оны тез құшақтап, жылай бастады. Осы уақытта полиция Ким Хе Джинді де қуып, қамауға алды. Мин Хо осында келмес бұрын полиция шақырған болып шықты. Сеулде көргеніңіздей, Мин Хо да жедел жәрдем бөлмесіне жеткізілді. Мен операция бөлмесінің кіреберісінде тұрып, Е Сеулдің анасынан неге Мин Хо екеуміздің бала кезімізден бір-бірімізді білетініміз туралы айтпағаныңызды сұрауын күтіп отырмын. Суға құлау бұрын Е Сеулге оның жоғалған естеліктерін еске түсіретіні белгілі болды. Е Сеул кішкентай кезінде ол балалар үйінің жанында тұруға көшкен. Бір күні ол адасып, көзіне жас алды. Оған үйіне жол табуға көмектескен Мин Хо болды. Содан бері ол оны өзінің үлкен ағасы деп санайды және оны қорлаған сайын оны қорғауға батылдықпен кіріседі. Мин Хо жетім болғандықтан, ол үнемі өзін өзі ұстайтын және ешкіммен достаспайтын. Оны қорлаған кезде ол тек үнсіз шыдай алатын. Бірақ Е Сеул оның қолынан ұстап, онымен көңіл көтеріп,
ойнай алатын болса, осы жаман балалармен күресуге көмектесуді ұсынды. Бұл жеткілікті болды. Содан бері Мин Хо мен Е Сеулдың отбасы бірге тамаша уақыт өткізіп келеді. Е Сеулдың әкесінің арқасында Мин Хо да жарнамаға қызығушылық таныта бастады. Бір күні кешке Мин Хо Е Сылды үйіне алып келді. Үйге кіре салысымен оның әкесі жерде жатқан тәртіпсіздікпен қоршалғанын көрді. Ол ішке кіру үшін бар батылдығын жинады. Содан кейін Ким Хи Чин кенеттен шымылдықтың артынан секіріп кетті. Ол асығыс Е Сеулдың қолынан ұстап, орманға терең жүгірді де, балалар үйінің аумағындағы су қоймасының жанына тығылды. Осы кезде аспанда қанды айда пайда болып, жерді үрейлі нұрмен нұрландырды. Е Сеулды анықтамау үшін Мин Хо өзінің орналасқан жерін алдын ала ашып, Ким Хи Чинді басқа бағытқа баруға азғырды. Ким Хи Чинді алдап, Мин Хо жасырын түрде су қоймасына оралды. Күтпеген жерден Е Сеулдың қатты толқығаны сонша, ол абайсызда суға құлап кетті. Мин Хо да оны құтқарып, бұрынғыдай жасанды тыныс алды. Еріндері бір-біріне тиген сәтте қанды ай сиқырды босатқандай болды. Мин Хо бірден жан түршігерлік бас ауруын сезіп, Е Сеулдың қасында есінен танып қалды. Е Сеул сауығып кеткеннен кейін бұл қорқынышты естелікті ұмытып кетті. Ол тіпті Мин Ходы есіне де алмады. Операция осымен аяқталды. Мин Хо үй құтқарылғанымен, ол енді оянбайтын шығар. Бүгін Кен Су Мин Хоға қонаққа келді. Ол ақыры Е Сеулмен кездесті. Ол Мин Хо мен оның қабілеттері бір-бірін қорғау үшін туылғанын сезді. Е Сеул оны қорғау үшін Мин Хоның қасында болғанша, ол міндетті түрде оянады. Әрине, Кен Су кеткен бойда Юн Мин Хоның оянғаны туралы қуанышты хабар алды. Осыдан кейін екеуі де әр сүйісудің салдары жоғалып кеткенін анықтады, және бұл олар үшін өте жақсы болды. Бұдан былай олар бір-бірін жақсы көріп, болашақты білудің азабынсыз басқа қалыпты жұптар сияқты бірге өмір сүре алады. Ерлі зайыптылардың өмірі бұрынғы орбитасына оралды. Бір күні түстен кейін Мин Хо мен Е Сеул төбеде отырып, самал желмен рахаттанып отырғанда, кенеттен Пил Юның қабырғада қалдырған хатын тауып алды. Пил әлі де қатты қайғырып тұрса да, оның бақытты екенін көріп, бұл жеткілікті деп шешті. Мұны оқығаннан кейін Ясо Пилоға түсіністік пен қолдау көрсеткені үшін шын жүректен алғысын білдірді. Ол Мин Хоны құшақтап алды. Екеуі де бірге болғанына қарамастан, бәрібір оны сүйді. Бұл жолы оның махаббаты мәңгілікке созылатыны сөзсіз. Бірақ олар кәдімгі ерлі зайыптылар сияқты көпшілік алдында кездескенде, олар дауласа берді. Олар компаниядағылардың бәрі білетін жұпқа айналды. Е Сеул күні бойы ажырасу деген сөзді қайталап жүрді. Бүгін олар тағы да жанжалдасып қалды. Е Сеул заттарын жинай бастады, және Мин Хоның үйінен кеткісі келді. Сол кезде теледидардан тікелей эфирде Пионың жаңа фильмі туралы сұхбаттар көрсетіліп жатқан болатын. Бұл жолы ол бірге жұмыс істеген әйел басты рөлді Джи Йен сомдады. Ішімдік ішетін достары Плео мен Джи Йен біріне деген сезімдерін дамыта бастады. Сұхбат барысында Джи Йен кенеттен Плеоға мойындады, және екеуі де бұл туралы теледидардан ресми түрде хабарлады. Пилоның да романтикалық махаббатқа ие болғанын көрген Е Сеул аздап ашы сезінді. Ол қарлы түнде жүгіріп шықты. Ол Мин Хо келіп, оны үйіне алып кетеді деп үміттеніп, жүре берді де артқа бұрылды. Шынында да 2 минуттан кейін Мин Хо оның артынан жүгіріп келіп, ентігіп кешірім сұрады. Олар қол ұстасып татуласты. Мүмкін бұл дүниеде алдын ала ештеңе жазылмаған шығар. Шынайы махаббат әрқашан қарапайым және көзге түспейді. Мүмкін күн сайын сүйіктіңізбен бірге болу жеткілікті шығар. Е Сеул кенет Мин Хоның ернінен сүйді де, олар ай сәулесінде құмарлықпен сүйісіп алмасты. Кенет уақыт тоқтап қалды. Е Сеул көзін ашты. Жоғалған 6-шы сезім оған қайта оралғандай болды. Фильм осымен аяқталды. Егер сізді қызықтыратын болса, бізге лайк қойыңыз. Сонда бізде ең жақсы бейнелерді түсіруге мотивация болады.